кіші ешлігінде білім алмаса, демек ғайлә кірмаса, тиешлі шәхс боларақ формалашмаса, демек бұл енді орта яшында еді, әләни, демек зор дәрежеге ереше алмай қорқылығында дайын, бұл енді ауыр халда қала, емі шоңа көре ялғызлық халына қала. Яки тұрмышынан қанағат сізірек болашақ енді. Қызғаншылық қаршы бүгінкенде ешлер көп уақытын әрем-шәремге өткері, демек нешіктір мәғынасызырек әшлер білен, көбірек ял білен шығылыны, демек ғилім алырына көбірек ял ете, ендер шырашуларда ери. Хәм анарсыңғы шырда енді, демек орта яшінде бұл өзін демек аңлай, демек бұл кесім қалған болған еш шағымда дегенде, бұлай жармасы дегенде, біләсіңі ғилім алу шыры ол біргіне жылай бет. Еш шақтағына ғилім алу бола керентін, анарсың енді ұжыр кіші ғайла қырғаш, тұрмышы кеткеш ішінде болғаш бұл, енді алай оқи алмай уақыты анын шекленген. Біздің қазіргі уақытының біз қатырын білерге тұрышық. Демек, өткеннен біз ғибрат алабыз, өзінің тұрмыштан, башқалардың тұрмышынан өткеннен ғибрат алабыз. Қаталарының қылмас үшін, қамды нәрсе ұса ғибрат алар үшін енді. Қазіргі уақытында біз пайдаланып қалыра тейіш. Нәрсесі бізді бұлдыра алабыз, қазір мүмкіндікні шығып жұмыс шәрге тұрышық. Түшкі ақылы яқшы көрінірге телеп екен, спорт бән шығыленірге керек. Аңын үшін нешерге кініңні білірге керек спортқа да әліш қалдырға. Мысалы, ертен 6-да тұрам, ярты сағат жол бейінінен. Шылай бет, мұны планлаштырмасан, ол шылай қалады. Ертегі ішлерімінен, анарсың ішлерімінен, дүшенбеден башларымынен деп шылай қалады. Исламда тайм-менеджмент темасына шырашу болды. Мұнда енді ислам динінің вақытны файдалануға қарашы хақында сөйленілді. Һәм ең мөһим ресурсларының бірсі бұл кіші тұрмышында ол вақыт ақшаны юғалған болса эшләп була, білімің болмаса ол білімні алып була, ниндер жерге бара алмаған болса барып була, ләкин вақыт өткен болса ол вақытны кері қайтарып болмай. Һәм ең қимметлі болған кішіге берілген шул вақыт, һәм һәрбір кішіге ол саналып берілген. Аллаһ Тәала тәқдиріне һәрбір кішіге язған күпме яшәргә һәм күпме гомер итәргә. Демек, вақытны ничек файдаланырга дөрес иттереп, нинди аның алымнары бар деген сорау яңгыраган ие. Һәм бу уңайдан әйтеп була. Вақытны дөрес файдалану өчен, демек, көнеңне дөрес камиллерәк үткәрер өчен инде кулланырга мөмкин шушы көндәлекләрне, ежедневникларны, шул телефондагы заметкалар, махсус Outlook дигән программаларны. Бу вақытны планлаштыруда, дәрес үткәрүдә ярдәм итә аерым бер махсус фән, ул тайм-менеджмент дип атала. Бу фән бүгенге көндә бик күп кулланыла бизнес өлкәсендә, демәк, лидерлык өлкәсендә. Шуңа күрә моның буенча күп китаплар чыкты. Бу мөселманнар өчен актуаль фән һәм вакытыбызны дөрес файдаланып тиешле рәвештә үткәрәбез икән, Алла бирсә, бу дөньяда уңышка ирешәбез, ахирәттә дә Аллаһның рәхмәтенә ирешәчәкбез дип ышанып калам.